Қайырлы күн, құрметті достар. Біз әдеттегідей Антикор Лайв жобасындамыз бүгін тікелей эфирге Антикор орталығына Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы Исақ Құл-Мұхаммед Мырзахметұлы келіп отыр. Құл-Мұхаммед Мырзахметұлы, көп рахмет, уақытты тауып осы біздің эфирге келіп, жалпы өздеріңіздің жұмыстарыңызбен таныстырайын деп, сосын біздің әлеуметтік желіде сұрақтар болып жатса, тұрғындардың сұрақтарына жауап берсек. Бізде жақыннан бері өзіңіз білетіндей ашық бюджет деген үлкен жоба жүріп жатыр. Бұрында да ашық бюджеттің интерактивті картасы енгізген болатын. Бүкіл бізде республикада, оның ішінде елордада екінші жылы, 18-ші жылы пилоттық режимде, 19-ші жылы қазір барлық мемлекеттік органдар өздерінің бюджеттерін ашық, айқын көрсетіп отыр. Сол жоба аясында бізде ашық бюджет деген тұрғындарды қаржылық сауаттандыруға байланысты қазір қаржы министрлігінің өзі келісімімен біз барлық қаржы министрлігі қарасты бүкіл мемлекеттік органдарды осы тікелей эфирге шығарып өздерінің жұмыстары туралы айтып және де тұрғындардың сұрақтарына жауап беріп жатқан жайы бар. Сондықтан бүгін қош келдіңіз біздің осы кішігірім студия деп айтсақ болады, өйткені күнделікті біз мүмкіндігінше тұрғындарды ақпараттандыруға тырысамыз. Және де біз әлеуметтік желіде 2 парақшада шығып отырмыз. Егер де азаматтардың сұрақтары болатын болса, немесе кейін комментарий болатын болса, соған жауап берсек. Уважаемые друзья, добрый день. Мы в прямом эфире в рамках проекта Антикор Лайв. Сегодня у нас состоится онлайн-диалог с участием руководителя Департамента государственных доходов Исакова Кул-Мұхаммед Мырзахметовича. Кул-Мұхаммед Мырзахметович, благодарим вас за то, что нашли время сегодня выступить. Хочу немного проинформировать, что в рамках проекта «Ашық бюджет» сейчас идет повышение финансовой грамотности населения. Буквально все структуры Министерства финансов, такие как казначейство, госимущество, экономических расследований, все они были у нас в прямом эфире, отвечали на вопросы. Если есть какие-то комментарии, затем уже могли сами прокомментировать, то есть можем с уверенностью сказать, что состоялась обратная связь с населением. И вот сегодня вы приняли наше предложение. Хотелось бы услышать, чем вообще, в принципе, занимается Департамент госдоходов, какие услуги оказывает, какие структурные подразделения. Насколько нам известно, это очень большая структура, и доходы бюджета, местного бюджета, в основном зависят от ваших показателей. Сейчас идет, формирование бюджета, которое в декабре, наверное, скорее всего, на Массихвате примем, да? И насколько я понимаю, вы принимаете в этом активное участие лично, поэтому хотелось бы от вас именно услышать эту информацию. Сөзіңізде. Сәлеметсіз бе, біріншіден осы эфирді пайдалана отыра сізге өз алғысымды айтқым келеді. Осындай онлайн эфирде мүмкіндік беріп, халықпен сұхбаттасып, сұрақтар болса оған жауап беріп, болмаса жалпы жұмысымыз жайлы қысқаша айтып кеткен мүмкіндік беріп жатқанымыз үшін. Жалпы Нұр-Сұлтан қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті ол енді жалпы қаржы министрлігі мемлекеттік кіріс комитетінің департаменттарының бірі болып келеді. Бізде жалпы коллективіміз 778 адамнан тұрады. Департаментте 5 аудандық салық басқармалары бар. Оның сыртында 3 жаңағы кедендік бекеттер қызмет жасайды. Енді салық саласында оның ішінде 778-дің 236 бірлігі бұл салықшылар және 210 бірлігі бұл кеденшілер. Енді мемлекеттік қызмет, оның ішінде мемлекеттік кірістер департаментінің басты миссиясы өзі бұл енді еліміздің бюджетін, орын белгіленген қаржыларды толыққанды және дер кезінде орындап, соны салықты жинап отыру біздің басты мақсатымыз болып келеді. Ал енді сол басты мақсаттардың ішіндегі одан да кем емес біздің жұмысымыз, мақсатымыз бұл халыққа дер кезінде сол салықты төлеу заңдылығын түсіндіру, салықтық мәдениетті қалыптастыру және оны
жылдан жылға деңгейін көтеруге өз тарапымыздан соған әсер ету. Ол үшін біз әрине жаңа мемлекеттік қызметтер көрсетеміз халыққа. Жалпы бізде 44 мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Оның ішінде салық саласында 27 қызмет, кеден саласында 17 қызмет көрсетіледі. Енді осы бірінші қазан айындағы жағдай бойынша департаментте жалпы 1.552.000-нан аса мемлекеттік қызмет көрсетілді. Оның ішінде 98% бұл салық блогына келеді. Яғни 1.525-тен аса салықтық қызмет көрсетілді. Және 27.000-нан аса кедендік қызмет көрсетілді. Ол енді 2% болып келеді біздің жалпы қызметіміздің ішінде. Енді сонымен қатар мынау цифрлық заманға өту, жұмыс тәсіліне өтуге байланысты біз әрине бұл тікелей салық төлеушілермен немесе жаңағы сырттан экономикалық қатынас жасайтын біздің азаматтармен тікелей қатыспай, ол электронды түрде қызмет көрсету жолға қойылған. Бүгінгі күнде осы жаңа айтып кеткен 1,5 миллионнан аса мемлекеттік қызметтің 97% тек электронды түрде көрсетіледі. Басқаша айтқанда енді жалпы 3% ғана бізде қағаз жүзінде, болмаса біздің салық басқармаларына келіп қызмет көрсету арқылы жүргізіледі. Енді жалпы ол жылдан жылға өсіп келе жатыр, өз үшін қуантатын жағдай. Және бюджетімізде осы биылғы жыл мынау пандемияға байланысты экономиканың аздап төмендеуіне қарамасақ, басқа жылдарда емес жылдан жылға үдере өсіп, өз көрсеткіштерін көрсетіп, жоғарылатып келе жатыр. Енді әрине бүгінгі енді біздің сұхбатымыздың темасы бұл енді сыбайлас жемқорлыққа қарсы жасалатын жұмыстар, соған біздің тарапымыздан қабылданып жатқан шаралар төңірегінде болатын болғандықтан, енді сол жағына көшетін болсақ, бізде департаментте бірқатар іс-шаралар жүргізіліп келе жатыр. Оның ішінде мысалы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының номер 12 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау жүргізіледі бізде. Ол әр квартал сайын жүргізіліп, осы арқылы біз осы сыбайлас жемқорлықты азайту жөніндегі заңдылықтардың ішінде қандай кедергілер бар, соны туындататын қандай әсері бар, заңдылықтарды өзгертуге ішкі талдау жасап, оны жаңағы жоғарғы өзіміздің органымыз комитетке біз бағыттап отырамыз. Сол арқылы ұсыныстар енгізіліп, заң өзгерту арқылы шешіледі. Оның сыртында және біз енді жаңа халыққа түсіндіру жұмыстарын жеткізу, осы жаңа сыбайлас жемқорлыққа жаңағы төзбеушілік дейміз ғой, нулевая терпимость деп айтамыз. Осы төзбеушілікті халыққа осы ақпарат беру, насихат жүргізу арқылы қол жеткізуге тырысып бағудамыз. Енді сол қатарлы біраз статистикаларды қысқаша айтып өтсем, мысалға департаменттің жеке құрам арасында сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті көрсететін қоғамдағы құндылықтар жүйесін сақтау және нығайту үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында бірқатар ақпараттық ұйымдастыру іс-шаралар және техникалық оқытулар жүргізілуде. Ол енді оның ішінде атап өтсек, 5 қаңтар күні осы жоспарды бекіттік. 5 ақпанда біз сыбайлас жемқорлық пен қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша Байқоңыр ауданында прокуратура қызметкерлерінің қатысуымен, оның ішінде бөлім бастығы Байдулет мырзамен бірге осындай шара өткізілді. Оның сыртында міне сол февральдың 14-інде тағы да дәл осы тақырыпқа департамент басшылығымен қатысуымен арқылы кездесулерімізде өткізілді. Енді айта кету керек, жазғысында сізге де рахмет, сіздің өзіңіздің қатысуыңызбен де біздің аудан басшыларында жұмыстар жүргізілді, және біздің аудан басшылары осы адалдық алаңы шеңберінде осы жаңағы
осы эфирді тікелей эфирді пайдалана келіп өз есептерін берді және тығыз байланыста сіздермен жұмыс жасап келе жатырмыз. Соның сыртында мысалға бізде жаңағы кадр басқармасының ішінде жаңағы қызметтік тергеу бөлімі бар. Сол қызметтік тергеу бөлімінің басшысы Абуов Нұрлан мырза бізде осы бағытта өзінің жоспары арқылы ыңғай жұмысын жүргізіп отырады. Оның ішінде мысалға Инстаграм әлеуметтік желісі арқылы да салық төлеушілермен сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың нормаларын, демартап қызметкерлерінің іс-әрекеттеріне шағым беру және шағымдану тәртібін түсіндірді. Ол жаңағы осы әлеуметтік желі арқылы жүргізілді және тікелей эфирде осыны сұхбат жасап түсіндіріп бақты. Оның сыртында Zoom платформа арқылы осы октябрь айының басында Адам ресурстар басқармасының жаңағы дайындаған материал бойынша жемқорлыққа қарсы заңнамасының нормаларын және әдеп кодексін зерттеу бойынша кеңейтілген онлайн дәрістер өткізілді. Ондай жұмыс бізде барлық кезде жүріп отырады. Енді бүгінгі осы біздің халықпен эфирде арқылы кездесуіміздің өзі өздеріңіз бастама болып отырған, осыған соның ішінде бүгінгі менің өзім келіп қатысып отырғаны мынау сіздер ұйымдастырған антикор лайф жобасына қатысып халықпен сұхбаттасуда осының бір жолы, бір сәті болып табылады. Осындай жұмыстар жүргізіліп келе жатыр. Енді қызмет болғаннан кейін қызметпен жаңағы көңілі толмайтын жағдайларда болып тұрады. Ол бойынша бізде жаңағы колл-центр департаментте жұмыс жасайды. Бір дегенде бір кабинетте 5 жұмыскер отырады. Осы колл-центр арқылы барлық телефондарды қабылдап, бірден сол жерде жауап беруге тырысып бағады. Болмаған жағдайда жаңа ауданда да дәл сондай колл-центрдің мүшелері бар. Олар жұмыс жасайды. Мен пайдаланып соны айта кетсем телефондарын. Мысалға бізде сонымен қатар жаңағы уполномоченный по этике дейді, этика бойынша жаңағы уәкілетті қызметкер бар. Ол менің орынбасарым, департамент басшысының орынбасары Манзор Серік Бағдатұлы болып келеді. Жаңағы сенің телефондары бар бізде, оны 22 73 01 77 32 08 телефондары. Ол болмаған жағдайда 22 79 59 телефоны бар. Ол жаңағы осы комитеттің жаңағы уәкілі Жұмағұл Қайрат Каримовичте болғанда жүгінуге болады. Бір қала Астанада болғандықтан біз комитетпен тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Енді жаңағы аудандықтарға келетін болсақ, аудандық басқармаларда да телефондары бар. Мысалы Алматы ауданы бойынша 37 57 35, Есіл ауданы бойынша 95 20 78, Байқоңыр ауданы бойынша 49 55 60, Сарыарқа ауданы болса 77 31 16. Осы телефон нөмірлері ылғи жұмыс жасайды, жауапты қызметкерлер бекітілген. Сол бөлімдердің басшылары тікелей осыған жауапты. Оның сыртында енді бізде барлық әлеуметтік желілерде біз парақшалар ашып, халықпен тікелей байланыс орнатып отырмыз. Бізде түсіндіру басқармасы бар. Олар да жаңағы тікелей эфирге шығару арқылы жаңағы салық төлеушілермен тікелей сұрақ жауап арқылы барлық сұрақтарды шешіп отырады. Бізде Фейсбукта, Твиттерде, Вком, Инстаграм, Телеграм желілерде барлық жерде біз парақшаларымыз бар. Оны толығымен қолдануға біз тырыспаға жұмыс жасап жатырмыз. Қысқаша енді осындай. Бізде сұрақтар келіп түсіп жатыр екен. Ойымша енді сұрақтарға қысқаша департаменттің жөнінде шамалы ресми тілде айтып кетсеңіз, бізде функцияларымыз да барлығы. Содан кейін сұрақ жауапқа көшсек. Департамент функциялар дейсіз? Да, на русском языке, если можно, да? Орысша? Жақсы. Департамент госдоходов, основная миссия – это обеспечение полноты и своевременности поступления налогов и других обязательных платежей, социальных платежей, отчисления в пенсионный фонд и так далее, а также оказание качественных государственных услуг, значит, во исполнение достижения этих целей. Кроме того, значит, в целом
повышения налоговой культуры, налоговой дисциплины хотел бы значит, довести до вас, сообщить о том, что в целом тенденция, динамика значит, налоговой культуры, она ежегодно увеличивается, активность, сознательность и налоговая культура в целом нашего населения, в том числе налогоплательщиков, участников внешнеэкономической деятельности, она с каждым годом повышается. Люди, значит, допускающиеся нарушения, зачастую они происходят по незнанию или несвоевременному узнанию тех или иных изменений. В целом, как бы наши налогоплательщики сейчас стараются своевременно исполнять свои обязательства, добросовестно. Здесь хотел бы, пользуясь эфиром, поблагодарить наших налогоплательщиков, что именно благодаря им нам все легче и легче приходится значит, работать, взаимодействовать с ними. Здесь есть вопросы, если можно будет, да? Вопрос необоснованного повышения налога на дома в Ильинка, в жилищном массиве Ильинка, да? Почему увеличили коэффициент зонирования и оценку домов по госпрограмме из пенопласта? На каком основании? Спасибо. Вопрос очень хороший. Значит, хотел бы пояснить, что органы налоговой службы сами не оценивают значит, имущество, значит, стоимость имущества домостроений. В частности, вот физическое лицо задает вопрос. Исчисление налогов у нас происходит в соответствии значит, со стоимостью. Значит, стоимость жилища ежегодно на начало года оценку производит значит, уполномоченный орган, это на сегодня значит, органы юстиции, раньше БТИ мы их называли, да? Они производят оценку имущества, предоставляют нам эти сведения, а налоговые органы лишь в соответствии со ставками налогового кодекса они к этой стоимости исчисляют путем применения этих ставок налоги. Ставка налога она для физических лиц варьируется от 0,05% до 2% и зависит от стоимости жилища. То есть чем больше стоимость жилища, тем прогрессивно увеличивается сумма налога. Она не повышалась, она у нас константа, как указано в налоговом кодексе. Тогда, наверное, этот вопрос перенаправим в департамент юстиции. Да, в департамент юстиции можно направить уполномоченный орган. Там тоже есть порядок определения значит, стоимости жилища. Здесь хотел бы добавить, сразу пояснить, что туда также относится, да, есть понятие коэффициент зонирования, коэффициент, значит, жилье старое или новое, в каком районе оно расположено. То есть оно на сегодняшний день где-то систематизируется с рыночной стоимостью. Но есть четкий порядок исчисления. Этим мы не занимаемся, это занимается юстиция. Понятно, теперь первый вопрос. Там можно будет перевод показать? Там показать перевод. Внизу. Он говорит, непонятно. Хорошо. Да, есть еще дальше вопросы на департаментской странице? Енді қазақшасын айта кетейін, егер қажет болса, бұл неге үйдің жаңағы салығы, мүліктік салық көбеюде деген сұрақ болып тұр. Мен айтқым келіп тұрғаны, бұл мүліктік салық жаңағы юстиция органдарының жеке басты үйлерге жылдың басында оның құнын есептеп бекітеді, соны бізге жеткізеді. Салық орындары тек қана осы алған әр үйдің құнына байланысты оған салық ставкасын қолдану арқылы жаңағы оның салығын есептеп халыққа жеткізіп, салық төлеуші уақытында оны жинап отыру. Сол себепті жаңағы салықты біз өз еркімізбен санап, мүліктің құнын біз белгілемейміз. Мухаммед Мирзахметович, рахмет. Вот мы обычно, когда приглашаем на прямые эфиры, мы бы хотели, чтобы вы назвали телефон, не только телефон всех вот этих структурных отделов, именно ваш городской
куда обращаться людям, как можно, если у вас WhatsApp номер, если есть. На Фейсбуке, вы сказали, в Инстаграме вы есть, я думаю, кому интересно, могут посмотреть. И вся вот эта информация, которую вы сейчас сказали, я думаю, мы его тоже опубликуем, и вы опубликуете, потому что все это сейчас говорить, это, наверное, время займет. Хорошо. И хотела бы, чтобы вы назвали. Спасибо. Значит, по всем вопросам, которые возникают вот у населения в части налогообложения, у нас функционирует по этим налоговым и таможенным вопросам функционирует колл-центр, номер 1414. В случае загруженности телефонов колл-центра налогоплательщики могут позвонить по номерам 22 73 20, 22 60 65. Кроме того, налогоплательщики по тем или иным вопросам могут также связаться с районными управлениями. Хотелось бы вот довести: Алматинский район – это 37 57 35, Исильский район – 95 0078, Байконурский район – 49 55 60, Саракинский район – 77 31 16. В залах приема граждан, значит, сейчас уже, значит, люди также явочно посещают наши центры обслуживания, значит, предпринимателей. Там также, значит, постоянно имеются буклеты с разъяснением действий услугополучателей при возникновении тех или иных вопросов. Есть модератор, есть непосредственно в центрах размещен руководитель отдела и курирующий заместитель районного управления. Можно обратиться и получать, значит, разговор на эти вопросы, свои ответы. Кроме того, мы очень хорошо представлены во всех социальных сетях, имеем свои странички, и там, значит, полностью, значит, предоставляем на все вопросы ответы. Кроме того, мы активно, значит, практикуем проведение прямых эфиров у себя и сразу, значит, стараемся снимать все вопросы путем разъяснения и принятия тех или иных мер. Мухаммед Мырзахметович, большое спасибо. Мне кажется, у вас тоже личная страница есть. Тоже, может быть, обратятся, потому что сейчас уже каждый руководитель госоргана должен иметь, наверное, личную страницу, разъяснение тоже проводить, потому что мы все находимся на государственной службе. И открытость работы госорганов – это один из таких механизмов, наверное, даже главный, да, по минимизации, в целом по искоренению, наверное, коррупции, и в первую очередь бытовой коррупции. Поэтому хочу еще раз вас поблагодарить. Если есть что сказать, еще какая-то информация, то эфир. И в целом хотелось бы, значит, обратиться к аудитории с тем, чтобы налоговые органы и таможенные органы в лице Департамента доходов мы максимально, значит, стараемся оперативно и качественно оказывать госуслуги, тем более в нынешний период, когда пандемия парализовала многие процессы. Кроме того, что указом президента, постановлением правительства принят ряд законодательных ослаблений для того, чтобы поддержать бизнес. Мы со стороны Комитета госдоходов Министерства финансов есть достаточно конкретных поручений с тем, чтобы в рамках закона максимально оказывать содействие, значит, максимально проявлять лояльность. Понятно, что мы от себя нести не можем, есть закон, его надо исполнять, но при наличии законных полномочий, например, максимальное предоставление отсрочек и рассрочек. Если, значит, налогоплательщику тяжело, то по решению нового органа есть возможность предоставить рассрочку. Мы это максимально предоставляем. Те налогоплательщики, которые имеют налоговую задолженность и затруднение силы исполнения, в установленном порядке мы максимально сейчас стараемся поддерживать любые инициативы по применению реабилитации, с тем, чтобы не допустить банкротства предприятий. Для нас же сейчас, значит, это налогоплательщики, ну, как бы, если образно говорить, это каждый налогоплательщик для нас как пчела, которая несет мед в сот, и мы стараемся
чтобы Это не вливание допустить, уже, доход да, на часть не бюджета. допустить, чтобы значит, произошло прекращение предпринимательской деятельности, тем более за этим стоит конкретно рабочие места, кроме налогов и выдачи заработной платы, через которые люди кормят семьи, обеспечивают В целом своих социальное детей. положение. Да, например, социальное что- положение мы стараемся максимально значит, тоже принимать свою часть и вносить лепту вот таким путем. Поэтому если какие-то вопиющие, грубые, есть как бы нарушения или недостатки в нашей работе, я уже ранее озвучил, по этим номерам значит, можно дозвониться. Ну и явочно тоже. Есть дни приема граждан, они в фойе везде развешаны. Мы, значит, по нему... Находитесь по Республика 52, Да, по-моему, да? департамент госдоходов сам находится по проспекту Республики 52, значит, недалеко от пересечения улицы Кабугин-Байбатура. Поэтому мы как бы стараемся быть максимально открытыми и доступными. Есігіміз ашық, 14-14 кол орталығы. Иә. Құлмұхамед Мырзахметұлы, көп рахмет. Бүгін енді біраз ақпарат айттыңыз деп ойлаймын. Барлық бізді тыңдап отырған азаматтарға түсінікті, енді өздеріңіз атқарып жатқан жұмыстарыңыз, қай жаққа бару керек егер де сұрақ болса. Мына пандемия уақытында да жаңа жақсы айтып кеттіңіз, елдің енді жағдайына да қарап, барлық мына заңға сәйкес жасалып жатқан мүмкіндіктердің барлығын жеткізіп и барынша сол көмектесуге де тырысып жатқандарыңызды айтып кеттіңіз. 14-14 кол орталығы, соған байланысты сұрақтарыңыз болса, мемлекеттік кірістер департаментіне, енді бұрынғыша салық департаменті деп Салық және кеден департаменті. сөйтіп бұрынғыша енді елдің арасында да сондай қалыптасқан бар, көзқарас, бірақ енді ең алдымен өздеріңіздің сол жұмыстарыңызда үлкен сәттілік тілейміз, аман болайық. Үлкен ұжым, 1000-ға жуық қызметкер бар екен, соның барлығына да тыныштық ең алдымен. Сосын соңғы уақытта енді ешбір сыбайлас жемқорлыққа байланысты фактілер болған жоқ, болмасын да. Біз тілектеспіз, үлкен 1000-ға жуық азаматтардың барлығына еге болу, оның барлығын реттеп отыруды оңай шаруа емес. Бірақ соған қарамастан өздеріңізде абырой тілейміз. Пандемия уақытын, карантин уақытын барлығында жақсы өткереміз деп ойлаймын. Сіздер сияқты азаматтар табысты болайық, табысты болыңыз, еліміз аман болсын. Ұжымға сәлем айтыңыз, осындай тікелей эфирлерге сіздердің алаңдарыңызға да барып, біз өз жұмысымызды айтуға дайынбыз. Кез келген уақытта өздеріңіз айтсаңыз, ұжыммен де кездесуге дайынбыз. Барлық аудандық басқармалардың бәрінде өзім болдым. Заңға енгізілген өзгерістерді өзім түсіндіріп, айтып, арнайы дайындалған видеороликтерді көрсетіп, біз үшін де сіздердің қызметкерлеріңіз аман болғаны біз үшін де маңызды. Сондықтан да көп рахмет. Рахмет сізге де. Рахмет.